Короче, анекдот. Баяғыда бір жігіт болмай ма? Ол жүрген қызы болады серьезно. Сосын оны әке-шешесімен таныстыруға екеуі шешім қабылдайды. Әке-шешесімен таныстыруға жігіт үйіне әкелмей ма қызды? Әкелген кезде қыз байқамай кеш шығарып қояды. Сонда қыз байқамай қалсын деп люстраға қарап, "Мә, люстраңыз қандай әдемі" деп. Сонда жігіттің әкесі тұрып, "Бұл ничего, залдағы люстраны көрсең чатын шашын" деп. Қыз бен жігіт тапчаның үстінде кездесіп отырады ғой. Бір кезде қыз тағы да байқамай отырып қояды. Сол кезде жігіт сәкенің астында жатқан итке "Ақтөс кет" дейді. Қыздың көңілі жайланып тағы да отырып жіберді. Жігіт тағы "Ақтөс кет" деп айқайлайды. Бір кезде қыз бәрібір иттен көріп жатыр ғой деп тағы да отырып жүреді. Сол кезде жігіт "Ақтөс кет, а то басына тышып қояды" дейді. Әйелі күйеуіне бір күні "Сен мені сүйесің бе" деп сұрап, "Әрине сүйемін" деп күйеуі. "Мен өліп қалдым деп ойлайық. Бұл дүниеде жалғыз жүрмейсің, басқа бір әйел алатын шығарсың. Менің киімдерді оған кигізесің бе" деп сұрапты әйел. "Ой, оған сенің киімдерің кішкене болып қалады ғой" депті. Бір жігіт көшеде отырса, әдемі қыз жанына отырып, "Жас жігіт, 90-шы жылы болған соғысты білесің бе" десе жігіт, "Жоқ, мен ол кезде болмадым" депті. Қыз, "Соғыста 825 адам болған, 65 адам жараланған, 08 адам қайтып оралған" десе. Жігіт, "Маған бұның не қызығы бар" депті. Қыз, "Ой, торымыз екенсің, мен саған номерімді қиналып айтып отырсам" депті. Осымен бүгінгі анекдоттарымыз аяқталды. Лайк қойыңыздар және де біздің каналға жазылыңыздар. Келесі кездескенше.